Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біз сендермен 15-ші сабақ «Қауіпті мекен» тақырыбын өтеміз. Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами пройдем 15-й урок «Опасное место». Жаңа сөздер, новые слова. Прочитай, напиши в словарь и выучи. Қауіпті, опасный, жанартау, вулкан, жылан, змея, көне, древний, тайпа, племя, құпия, секрет. Бірінші тапсырма. Аралда не бар деп ойлайсың? Тізімін жаса. Үлгі. Пример. Как ты думаешь, что есть на острове? Жартас, ағаш. Менің ойымша, аралда өсімдіктер, жәндіктер, құстар, жануарлар бар. Аралда қандай жабайы жануарлар болуы мүмкін? Какие дикие животные могут быть на острове? Например, арыстан, жолбарыс. Жаңа сөздерді қайталайық. Менімен бірге оқы. Прочитай вместе со мной. Жылан, тайпа, жанартау, орманды алқап. Екінші тапсырма. Мәтінді түсініп оқы. Қауіпті және қауіпсіз аралдарды анықта. Прочитай текст и определи опасные и безопасные островы. Текст А. Біздің аралда жабайы табиғат сақталған. На нашем острове сохранилась дикая природа. Бұл жерде табиғи жылы су бар. Здесь есть природная теплая вода. Мұнда құпия жерлер көп. Здесь много тайных, секретных мест. Аралдың орманды бөлігінде жабайы тайпалар өмір сүреді. На лесной части острова живет дикое племя. Ол жер айрықша қорғалады. Это место защищается. Бұл аймаққа туристер көп келмейді. Здесь туристы не бывают. Мұнда бір ғана қауіп бар. Есть только одна опасность. Су жиі көтеріледі. Вода часто поднимается. Толқын үйлерді құлатады. Волны разрушают дома. Мәтіні. Біз тұратын арал ең қауіпті жер. Остров, на котором мы живем, самое опасное место. Қазір мұнда туристер мүлде келмейді. Сейчас здесь туристы вообще не бывают. Олар жылана, акулалардан қорқады. Они боятся змей и акулы. Кейбіреулер мұнда жанартау бар деп ойлайды. Некоторые думают, что здесь есть вулкан. Келесі Б мәтіні. Следующий текст. Мен тұратын аралда дайвинг спорты жақсы дамыған. На моем острове хорошо известен спорт дайвинг. Өйткені бұл арал мұхиттың дәл ортасында орналасқан, потому что этот остров расположен посередине океана. Су асты әлеміне барсаңыз, 150-ден астам балық түрін көресіз. Если заглянуть в подводный мир, то увидите более 150 видов рыб. Бізге туристер өте көп келеді. К нам туристы приезжают часто. А теперь определи, на каком тексте описывается опасное место, а на каком безопасное. Прочитай предложение и определи, к какому тексту относится. Жабайы табиғат сақталған. Это относится к тексту А. Мұнда жанартау бар деп ойлайды. А это предложение относится ко второму тексту Ол жер айрықша қорғалады. Первый текст А. 150-ден астам балық түрін көресіз. Последнее предложение относится к тексту Б. Келесі тапсырма. Үлгі. Берілген сөздерді оқы, сөз тіркесін құра. Мы должны прочитать все слова, потом составить словосочетание. Например, табиғи орта, табиғи тамақ, табиғи зат, табиғи өнім. Орманды алқап, орманды жер, орманды дала. Қауіпті аймақ, қауіпті орта, қауіпті мекен, қауіпті жер. Төртінші тапсырма.
Сөздерді оқы, үлгіні пайдалана отырып сөйле. Не қауіпті, не қауіпсіз. Например, ұлу, жанартау, қауіпсіз. Жанартау қауіпті. Бүркіт, бүркіт қауіпті. Қасқыр, қауіпті. Жылан, қауіпті. Сегізаяқ, қауіпті. Теңіз тасбақасы, қауіпсіз. Шаян, қауіпті. Балық, қауіпсіз. Толқын, қауіпті. Жылқы, қауіпсіз. Тазы ит, қауіпсіз. На этом мы закончили свой урок. Подпишись, чтобы не пропустить следующий урок. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау бол.